Бисмиллах, менің алтын көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай дәмді, әдемі сметана пирогын жасайтын боламын. Осындай пирогтарды бізге ең алдымен бір жұмыртқа керек болады. Жұмыртқа міндетті түрде бірінші сортты болу керек. Сонда ғана біздің пирогымыз жақсы шығатын болады. Бірінші жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барып біз қантымызды салатын боламыз. Қантымыз бен жұмыртқаны жақсылап араластырып аласыздар, ақ көпіршік болғанша. Содан кейін барып біз разырғытылды ұнға салып, бірінші араластырып аламыз, онымен разырғытылды. Міндетті түрде ұнға жақсылап араластырып алыңыздар бірінші. Осылай қасықтың көмегімен араластырып алдым. Содан кейін барып, бөлме температурасында тұрған сары майымызды салатын боламыз. Содан кейін барып, біз онымен разырғытылды осылай салып, біз тестелейтін боламыз. Мен қолдың көмегімен илейтін боламын. Осылай сары майды жақсылап езіп аласыздар. Міне менің тестім дайын болып қалды. Осыны мен холодильникке 30 минут аралығында салып қоямын. Оған дейін біз салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек болады. Бірінші сортты жұмыртқа осындай. Енді біз қантымызды салатын боламыз. Осы қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламын. Енді кезекте біз 20% қаймағымызды салатын боламыз. Осы 3 салманы жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Біз енді кезекте дайын болып тұрған тестімізді осындай формаға орналастыратын боламыз. Ол үшін біз оқтаудың көмегімен ысып алатын боламын. Егерде оқтаумен ысқыларыңыз келмесе, қолмен салсаңыздар да болады. Тестіміз өте жұмсақ болғандықтан тестіміз кішкене жыртылып кетуі мүмкін. Осылай жаймендеп ысысыздар. Негізі маған қолмен салған ыңғайлы, сіздерге оқтаудың көмегімен ысып көрсетіп жатырмын. Енді кезекте біз формасына орналастыратын боламыз осылай.
осындай артық жерлер болса алып тастайсыздар. Мен осылай орталарына салып жібердім. Міне біздің тестіміз дайын болып қалды. Енді үстіне салмасын құятын боламыз. Біздің сметана пирогымыз өте жасалу жолы өте оңай, қарапайым. Сіздер де міндетті түрде осылай жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Сосын пирогқа қатысты өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен үшін маңызды сіздердің пікірлеріңіз. Міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне менің пирогым дайын болып қалды. Осы пирогты мен 1 сағат көлемінде суытатын боламын. Содан кейін барып осылай кесіп жей бересіздер. Дәмі өте керемет болып шықты пирогымыз. Ал менің алтын көрермендерім, осылай пирогтың жасалу жолы өте қарапайым, оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлжайнар. Келесі видео рецептте көріскенше сау болыңыздар.